Жарқын бейнең жадымыздан өшпейді. Бір білеріміз, бұл өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Өмірден ризық несібесін жиып терген соң, уақыты келгенде адам баласы жаратқанның құзырына бет түзеп, бақиға аттанып кете барады екен. Кеше ғана арамызда жүрген әулетіміздің алып бәйтерегі, ұл қыздары мен немере шөберелердің сарқылмас қазынасына айналған қуанған Жанғазыұлы Жанаев 70 жасқа қараған шағында өмірден озған болатын. Адал еңбекке бас иіп, мінсіз қызмет мінберінде жүріп, саналы ғұмырының 30 жылдан астам уақытын, яғни 1976 жылдан бастап Арал ауданындағы аэропорт мекемесінде түрлі қызметтерге арнаған қадірліміз, кейін басшылық қызметті атқара келе, кәсіподақ комитетінің төрағасы болып, абыройлы еңбек етті. Осылайша, абырой биігінде болған ардақтымыз, еңбек демалысында да елден қалмай, кәсіпкерлік саласында еңбек етіп, аудан экономикасының дамуына сүбелі үлес қосты. Осылайша еңбек майданында шыңдалған әкенің асқақ болмысы мен өнегелі өмірі ұрпақтарына үлгі боларлық із қалдырды. Алла әкеміздің алдынан жарылқап, мәңгілік жайын жәннаттың төрінен бергей. Жоғалып жазғы шақтарда күз келер арты қыс болар, қаңырап тұрған бақтардай қайрылып қайда құс қонар, құс қонар. Мұңаямын сен ойлап, көңіл күзге жеткендей, арман алыс кеткендей, сезім нөсер төккендей, көкбелге жапырақ түсіп сән кетіп, сыпсыйдам селеу баққалар, қоштасып құстар әндетіп, алыс бір жаққа аттанар, аттанар. Қайыңдар тербелмей ұзақ уайымдар, жұбатпай-ақ қойыңдар, менің де сондай жайым бар, жайым бар. Жұбатпай-ақ қойыңдар, менің де сондай жайым бар, жайым